Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен сіздерге кез келген видеоны алып, оған өз дауыстарыңызды жазуды үйрететін боламын. Ол үшін осындай программаны тартып алсаңыздар болады. Міне, мынандай программаны тартып алсаңыздар болады. InShot. Немесе басқа да программалар бар. Маған осы ыңғайлы. Сіздер осы жерде видео дегенге кіресіздер. Видеоны бассаңыздар, міне новый видео. Өзіңізге қажетті бір видеоны аласыз. Мысалы үшін мен кез келген бір видеоны алайын. Кез келген бір видеоны аламын. Міне мысалы үшін таңдайсыз. Жүріп жатыр, я? Осы жерге сіз дауыс беруіңіз керек. Егер де бұл видеоның дауысы болатын болса, сіздер былай істейсіздер. Мына төменде мынандай қажетті құралдар бар міне. Осыларды пайдаланып сіз істесеңіз болады. Мысалы үшін, егер сіз жасаған видеода или дауыс жазбақшы болған видеода дауыс болатын болса, оны бірінші өшіріп аласыз. Ол үшін былай жылжытсаңыз, мынандай белгі шығады міне. Осы белгіге барып, үстін басасыз. Міне, ол видеоның дауысы. Мынау. Осыны өшіріп алу керек болады бірінші. Былай өшіресіз. Мына жерді басып өшіресіз. Өшеді. Және қайтадан артқа қайтасыз. Қайтқаннан кейін мына жерде мынандай шығады. Дауыс жазатын. Осыны басып кіресіз. Бұл жерде запись деген бар. Міне. Осыны басу арқылы сіз осыны бассаңыз және видео жүріп отырады. Сіз өз даусыңызбен видеоға дауыс берсеңіз болады. Мен қазір сіздерге даусымды жазып көрсетейін десем, мен телефон арқылы видеоға түсіріп тұрғандықтан ол болмайды. Ал сіздер осы записьті басу арқылы міне осылай айналады да, басталған кезде даусыңызды жазсаңыз болады. Видео жүріп отырады. Сіз дауыс беріп отырасыз. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Каналыма кіріп, лайк басып, қоңыраушаны басып тіркеліп кетіңіздер. Керектеріңізге жарағанына қуаныштымын.